Если что, мен қазір бірінші рет кіріп тұрмын, енді не істеу керек екенін қазір білмеймін. Енді қазір көріп танысып алатын боламыз. Так. Мына жерде көріп тұрғанымдай $10,000 секундына дейді. Және де $100 секундына. Достар, мына жерде түсінген сияқтымын. Енді ең көп ақша беретін осындай брейнроттарды алып алуымыз керекпіз. Достар, мен түсінгенім бойынша жарайды. Если что, мен бір заттар түсінбей жатсам, комментарийға жазып кетейік. Қазір маған мынаны ал деп тұр. $1 секундына дейді ғой. Бізде походу наларды ала алмайды сияқтымыз. Мынаны сатып алу керек екен ғой. $9,900 керек дей ма? Бағасы жоқ. Болады екен ғой. Басқасы жоқ па? Біреуін алуым керек па сонда? Бәрін ала береміз екен. Қанша? Мен $25 сатып алдым ба? Осылай жинап тұрады екенбіз, осылай алып бәрін. Түсінген бойынша. Алып баратыр. Ұрлап баратыр. Қайтар. Біреудің үйінің кілтін сатып алуға бола ма, достар, сонда? Прикинь. Ұрлап кетті ма сонда менікін? Не өкіп кетті, түсінбей алдым ғой. Кет, қайтар. Қалай қайтар бұд? Осылай ұрып тастау керек па сонда, достар, түсінбедім. Достар, алмаған сияқты. Қалай есігін жауып, басқаларды аңғара жауып тұр. Түсінбедім, қалай жаудым? Кет. Қуады екен, көз алдымда ұрлап баратқан мал. Мал ешін, түсінбедім, что-то қалай есік жауып. Мұны басылып. Ағылшынша білмесең осы ғой. Жалдып тұр екен ғой. Так, енді кіре алмайтын сияқты. Так, мыналарды ала береміз, қанша керек дейді, қанша? $750 дейді. Бізде жетпейді. 250 дейді ғой. $3 секундына дейді. Мұналар. Мұна жер деген бір төбелес екен. Неге шықпай қалды жаңағы нубини пиццанини деген? Ақшам жетпей жатыр ешқайсына. Күте тұру керек сияқты. Жарайды. Нормай менің базам. Так, енді жетіп қалу керек. Мұнау 250 осы ғой. Осыдан алайық. Ларила дейді. Жарайды. Басқасына біздің ақшамыз жетпейді пока что. Оны есік ашылып қалды. Тек 1 минутқа ма не, достар? 1 минут деген енді қарап тұрамыз, есік ашылып қалмасын деп. Жарайды. Мына жерде 30 бәрін алып алайық. Мынау тез жинайды екен, жақсы екен. $167 бар. Так, басқа үйлер есігі ашық па, ұрлап кететін? Давай. Тез жүгіретін қайда? Алдық, достар. Көріңдер ма? Біреудің бір патетим деген брейнротын ұрлап кеттік. Есігі ашық тұр ғой. Мана қараңдар, көп береді екен, жақсы ол. Өзімдікінде қарап отырайын. Қазір бір ұрлап кетір. Сразу кілтеп тастайын. Опа, не? Нормально. Так, мыналар. Қасқа бәрін ұрлап кетіпті ғой, ішінде дым қалған жоқ. Басқа ешкімдікі ашық емес пе? Бәрінікі жауық тұр. Қасқа бәрін ойчоктар ғой деймін. Нормально дым көрінбейді ғой. Уақытын көре алмайбыз ғой, қашан ашылатын есігін. Оны уже ашылады екен. Не дей ма? Кіре алмай қалдым. Лан. Өзімдікі ашылып қалмас, жетіп тұрғанда. Ақшам жинап тұра берейін, былай. Так, әлі 20 секунд бар дейді. Так, бізге де бір қымбатын алайық. Бізде уже $7,5 болды. Так, нормально. Қазір жауып тастайын да, қазір қайттан бір брейнроттарды қарап көрейін. Нормально біреулер түсіп қалу керек. Бүйтіп жинап тұра берейік. Мынау жақсы болды. Не де болса да. Новичок үшін. Қайтарып алдым. Қорқып кеттім ғой. Қалай шығарып беремін енді?
өлтіріп тастауға болмайды, кет. Өлді ма? Өлді достар, жақсы екен мына витамин. Ішінен кілтеп тастағансың ғой. Адам тупой кіреді. Так, осылай кіріп кетпей тұрғанда қазір күтіп тұрамыз ау деймін. Қандай түрлері бар? Менде уже $13,000 болды. Так. Налар арзан. $13,000 қандай түседі? О, мына мал. Так, мына мал. $9,000 65. Давай нан алайық. Капучино ассасино дегенді алдық. Кетіңдер малдар. Кілтеп тастаймын сразу. Кеатсың ба бауырым? Нан дорлап кетпесін кеаттаған кезінде. Дымсыз қалмайық. Мына достар, мынау бір потопим дегеннен арзан екен ғой. Так, онда осылардан қымбатын алу керек қазір. Так, мына жақтың бәріне сият та. Қалай екінші этажға көтерілуге болады осы? Комментарийға жазып кетіңдер достар. Кейбіреулерді көрдім, 2 этаж, 3 этаж ба болып тұрады екен. Түсінгені бойынша. Так, мыналарды алып ала берейін. Мынаны секундын ұзартуға болмай ма? Соны достар жазып кетіңдерші комментарийға. А то мына 1 минут деген өте аз екен что-то. Или нормально ба? Достар, міне арадан бір шама уақыт өтіп, менде қазір $100,000 жиналып қалды. Қазір деген ана жерден брейнроттар сатып алу керек. Осы $100,000-ға қандай керемет брейнроттар түседі екен. Қазір тез есік жауып кетейін. Давай. Ей, асыл шеш. Біреу кіріп кетпесін, әйтеуір жаңа деген біреу кіріп кетіп, зорға шығардым оған. Өлмейді достар, анау деген білмеймін, қалай өлтіру керек екен. Жаңа біреу мына жерде өліп қалып еді, достар. Енді жаңа біреуін өлтіре алмай қалдым. Тез уақыт кетіп бара қарап шығайын. Мына Томи Джерридегі анау мысыққа ма, тышқанға ма ұқсайды екен, прикинь. 175,000 деймін, жоқ, бұған бізге жетпейді достар. 450,000 дейді, мынау қымбаттап кетті ма, не өкіп кетті? $25,000 деймін, қанша уақыт тұр? Асылып кетпесін, ұмытып кетіп құрсын, ішінде бәрін алып кеткен болып шықпасын. Так, 35,000 дейді. Так, 17,000 дейді. Бәрі аварзан ба, немене бәле? Бір $100,000 шамасына бір нормально брейнроттар шықпай жатыр, что-то. 15 секунд бар екен әлі. Так. 300, ойбай. Асып кетпесін, давай, мен тез үйіме барайын. А то кіріп кетер қазір. Как раз келіппін. Дәл уақытында келіппін, есік жауып кетейін. Енді біреуін сатып алайық достар, мына жерде білмеймін. 6,500 дейді, 1200 дейді, мынау екеуі қасқа әлі төбелесіп жүр ғой. Мына қыз деген жаман төбелеседі екен. $250 дейді. Нормально біреулер шығып атқан жоқ, что-то өте арзан, бізге бұлар керек емес. Все-таки бізде $100,000 бар. Осы видеода біздер достар 1 миллион ақша жинап тастауымыз керек деп ойлаймын енді. Не дегенмен бірінші видеода нормально көтеріп алу керек. Бұл бірінші видео, бірақ мен достар білесіңдер ғой, мен деген кезінде такси бостада өте тез көтеріліп кеткен болатын. Егер мені танитындар болса, бұрында такси бос түсірген болатын. Так, ұрып кетпесе, қыз деген жаман екен. Ішінде тұрсаң да кәдімгідей ұрлыққа түсе береді, қазір адамдар қорықпайды. Так. Біреуге атқан жоқ па? Есікті сразу жауып алайын. Так. Бәрін ақшамды алып алайын. $127,000 болды. Давай. Мынау $200,000 жетпейді. $35,000 дейді. $22,000 дейді. Енді нормально жоқ, Ауырзан бәрі. $75,000 дегенді ала салу керек екен, да? Науғасқа нау жүргі әлі. $10,000 дейді. Бұл әшерден ассасино капучино бізде бар. Капучино ассасино $20,000 дейді. Мынау қасқа. Ұрмаңдар мені. Есік жоқ бедейін, не де болса да. Кәз сразу қарап шам. Қандайлары бар екен, біреу кіріп кетпеді ма? Так, $200,000 жетпей жатыр. Мына бір зат шығып жатыр да, достар, қараңдар, легендарный дейді. Аты қандай? Домалып кетіп баратыр әйтеуір. Что-то аварзан бәрі. Аварзан ғой бәрі. 6,5 дейді. Кактус саған біреу $27,000 дейді.
мынауың деген онша емес сияқты. Басқа нормальный жоқ па не? Давайте мынаны. Жо мынау. Онша емес. Мынау мал ауылдар. Мынау. Неге ала алмай жатырмын? Менікі ашылып қалмасын, кете берейін қасқа. Несі тұр екен мына жерде? Нормально шыққан жоқ па әлі? Есік жауып алдым басына сағат ілініп тұр ма? Бірінші рет енді байқап жатырмын. $27,000 дейді. Давайте мынаны ала берейікші. Ала берейікші что-то. Жай $200,000 дегенге ақша жинау керек сияқты. Аты мына жерден нормально шықпай жатыр ма что-то да? 225 мың дей ма? Что-то онша емес мынау атқан жоқ маған. Не дейді мынау? $50,000 дей ма? Қанша? Мынау алып қойды, енді алайын деп отырмын. Тұра беріп. Мен алдым ба? Мен алған екен ғой. Анау алған шығар десем, прикинь. $300 50 мың қалдым ба? Секундына $300 әкеледі. Нормально қазір. $200,000 аламыз қазір. Бір жатқып жеткізіп алайын аны тез. Тез бүгін бір керемет $1,000,000 дейма жинап тастау керек мына жерден енді. Аларды сатуға да болады екен, достар, қараңдар. $13 сатуға бола ма? Несі керек та, аналар қажет емес қой, сатып жүре берсек болады шығар осыларды. Аналар онысы ең арзандары. Үшеуін сатып жүрсек те болады, мына үшеуін алып алсақ. Бір сатып жүрсек те бір пайдасы жоқ, қатты бір ондай бір көп ақша әкелмейді, но сонда сатып жете берейік енді, орындап тұрғанша орын босатып қояйық енді. F деген мен сатып жібереді екенбіз осылай. Давай, осы үшеуін сатып жіберейік. Қалғандар тұра берсін енді. Мынау $100, $75, $160, $300 дейді. Так, нормально әкеліп жатыр. Өз жүзім болыпты, достар. Тез жиналады екен, мұнан алғанымыз жақсы болыпты. Қазір уже $200,000 жеткіземіз. Мен бір домалайтын алып алу керек. Атын ұмытып қалдым енді. 20 секунд бар ма? Ондай шығып жатқан жоқ сияқты бағана. Бізде мына жерде енді шимпанзини бананини деген бар. Еще жаңағы алғанымыз перечоле лимон челло дей ма? Әйтеуір сондай бір заттар екен. Аттары да қиын екен, базар жоқ бір. Не өкіп кетті, аппақ болып кетті ғой. Мынау не? Бір зат жарылып кетпесін. НЛО емес па? Өзге ғаламшылықтар келіп отқан жоқ па? Не отыр далада? Мынаны қараңдар, мынандай бір зат ағып кеткен ба? Андай кислота ма да, қышқыл бір зат па? Түссең өліп қаламыз екен. Түссең өліп қалады сияқтымыз да. Мынаны қараңдар, бочка ма бір зат тұр мына жерде. Азыр жоқ. Қазір есік жауып көрейінші, осындай кезде айтпақшы. Может, сырттағы заттар өзгеріп кетер. Бір күштілер жоқ қой бір. Бір ондай бір керемет ештеңе шығып жатқан жоқ что-то. Бір ештеңе жоқ та. Ондай бір өзгеріс жоқ екен. Мынау не сонда? Спин дей ма? Спин. Давай айналдырып көрейік. Бізге тегін беріп отқан сияқты бір зат. 25 мың берді ме? Ой, сау бол. Берді ме, бермеді ме? Түсінбей алдым ғой. Бергендей болды па идея. Ой, бізде уже $200,000 жинап қалыпты ғой, да? Осылай сөйлейм деп тұрғанша. Осылай сөйлейм деп әйтеуір $200,000 жинап қалыпты. Кәз. Тағы біреуін алайық. $75 секундына дей ма? Давай, наны ала сал. Что-то басына бір зат түскен, қараңдар, достар, мынау өзгеше де. Осыны алып алдым енді, бір зат бар сияқты мұң. Или онша емес па? Қайта онша емес сияқты, аз береді. Не дегенмен. Бірақ арзанға сатып алдым еле болса да. Бір күштісі жоқ па? Ана база ашық қалыпты оғасы, қайтпайсыңдар ма? Ұрлап кетпеді ма? Жоқ, бәрі тұрған сияқты, бәрі нормально. Так, нам бүйтіп алып алайық. Қазір уақыт бар, достар. Бұл жерде бір нормальнелерін алып алу керек. Онша емес кәң.
Бағана 200 мың доллардың домалайтын сәт жоқ па жасыл? 20 секунд бар екен, мынаны айналдыруға болмай ма екен? 2 сағат дей ма сонда достар? 2 сағатта бір айналдыратын сияқтымыз соған қарағанда. Жарайды. Кет. Кіріп кетейін деп тұр, 10 секунд ұятсыз. Қарап тұрды кәдімгідей. Бүйтіп ұлап кетуге болмай ма осы? Мә. Ақшам босқа кетіп қалды ма сонда мен? Мен алдым достар, қараңдар. 50 мың қалып алдым. Мә, аңғарыңдар. Мынау 2,5 доллар дей ма секундына? Мынау көп береді екен, 50 мың долларға анау өте. Мынау емес па? Чимпанзини бананини деген жазылып тұр. Радиоактив деген. Достар, мынандай тұр ғой. Базар жоқ. Ұстап алған су, прикинь, брюткін алып алуға болады екен ғой. Брюткін алып алған су. Ойбай, есік чап. Біреу кіріп кетер осындай тұрған кезде. Так. Опасный екен. Мә, достар, 200 мың жинап алдым. Мынау керемет екен. Әдемі беріп жатыр. Что-то мынаумен біз өте тез жинап алатын сияқтымыз миллионды да. Мә, сонда достар, қанша уақыт тұрады аспанда или кетіп қалды ма уже? Білмеймін, жоғары бағана аспан жасылмайды өзі. Что-то өзгеріп кеткен сияқты да. Уже бітті ма сонда? Қашан бітеді сонда достар? Осылай тұра берем ма әлі? Қызық болып тұр. Достар, мына жерде жазылып тұр екен. 2 минут тұра ма сонда? 2 минут қалған сияқты. Қазір тағы бір заттар бізге тауып алған дұрыс деп ойлаймын. Пока что онда ештеңе көріп тұрған жоқпын. Басқа бір радиоактив болып кеткен ештеңе көріп тұрған жоқпын. Мынау ше 3,5 миллион дейді достар, бұған ақшам жетпейді екен. Кет бауырым. Сразу жауып тастайық осылай. Бұл жердің иесі бар атак. 600 мың доллар болды достар қазір. Радиоактивке ештеңе түсіп атқан жоқ. Что-то ешқандай өзгешілік көріп тұрған жоқпын. Что-то бәрі арзандап кетті да, бір нормальный ештеңе шығып атқан жоқ. Не өзгерді? Мына жерде жаңа бір зат бітті достар. Мынау достар толып жатыр, мынау не өзі? Мутайшн спавник. Понятно. Қазір кішкене күтейік. Мына жерде 5 минуттан кейін бір нәрсе басталатын сияқты соған қарағанда. Қазір кішкене күтейін. Может бір зат өзгеріп қалар, бізде уже оған дейін 1 миллион жиналып қалды. Уже 1 миллион жинап тұсап тұрып қой. Мынау не дегенмен жақсы болды. Мынау тез жинап беріп отыр. Радиоактив шимпанзи бананини деген легендарный дейді. 2,5 доллардан енді бір керемет болып жатыр да. Осы брюткін алып кеткен жақсы болды, кәдімгідей ұялмай. Жарайды, онда достар, бүгіндікке видеоны осымен аяқтайық. Егер де видеоны ұнаса, міндетті түрде лайктарыңды басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Мен енді осы каналда боламын, осы YouTube каналдан видеолар шығаратын боламын, если что.